Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сіздермен творожный пирог с ягодами дайындайтын боламыз. Өте нәзік, өте жұмсақ. Міне осындай болып шығатын пирог дайындайтын боламыз. Ыдысымызға ұнды, кубиктап туралған сары майды салып, бір келкі болғанша араластырып аламыз. Міне бізде осындай үгітілмелі қамыр шығуы керек. Үгітілмелі массамызды шетке қоя тұрамыз. Ыдысымызға құмшекер салып, үстіне бір жұмыртқа жарып саламыз. Және бір келкі болғанша араластырып аламыз. Үгітілмелі массамызға шым-шым тұз салып, және бір шай қасық ас содасын салып араластырып аламыз. Енді осы массаға жаңағы араластырған құмшекер мен жұмыртқамызды салып, бір келкі қамыр болғанша илеп аламыз. Бізде осындай қамыр шықты, пакетке салып 15-20 минутқа тоңазытқышқа жібереміз. Ыдысымызға твор, қаймақ, құмшекер, жұмыртқа салып миксерлеп аламыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, осындай формаға жайғастырып аламыз. Осылай бір келкі етіп, бортик жасап жайғастырып аламыз және дайын болған творожный массамызды үстіне құямыз. Кез келген ягоды қолдануға болады, менде қатырылған шие. Осылай жайғастырып шығамыз. 180-190 градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз.